Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мясной пирог рецептісін ұсынбақпын. Оны дайындау үшін мискамызға алдымен 100 грамм жылы су құямыз. Одан кейін 100 грамм жылы сүт құямыз. Кішкентай қасықпен 1 қасық тұз және 1 қасық қант қосамыз. 75 грамм сұйық май, 10 грамм ашытқы, және електен өткен 450 грамм ұн қосамыз. Қамырымызды осылай дайындап көтерілгенше 1 сағатқа қоя тұрамыз. Одан кейін салмасына 300 грамм картошка, 150 грамм пияз және 450 грамм туралған ет немесе фаршты алып, бір-біріне араластырып, тұз бұрышын қосып және кішкене сұйық маймен араластырып, салмасын осылай дайындап аламыз да, көтерілген нанымызды жайып, оны табаға орналастырамыз. Одан кейін осылайша өреміз. Бізде үлкен бір жайма және кішкентай бір жайма дайын болу керек. Үлкені астыңғы формасына, үстіңгі формасына кішірегі кетеді. Дайын болған пирогымыздың үстіне жұмыртқа жағып, узор саламыз. Пирогты 160 градус температурада 40 минутқа пісіріп аламыз. Қыздар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда әлі талай рецепттер болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Жасап дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.